Үшінші сабақ кездесу қозғалысына берілген есептер. Кездесу қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығарасың. Бірінші есеп: Алматы қаласында сәулетші Зенковтың ұсынысымен қандай ғимараттар бой көтергенін анықта. Мәні 1963 болатын өрнектерді тап. Андрей Павлович Зенков 1863-1936 жылдары аралығында өмір сүрген. Абай атындағы опера және балет театры, Алматы кафедралды қасиетті. Есеп бойынша 73-ші сабақтың бірінші есебі бойынша біз мәндерін таптық. 48.425-ке бөлгенде 1936 сан шығады. 49.075-ті 25-ке бөлгенде 1963 сан шығады. 590.863-ті 301-ге бөлгенде 1963 сан шығады. 1.937.481-ді 987-ге бөлгенде 1963 саны шығады. Есеп бойынша сұраққа жауап бер. Нұрсұлтан еліміздің айрықша сәулетті қаласы. Қалада 5 км 500 метрге созылған 1000 жылдық жаяу жүргіншілер аллеясы бар. Ал Тәуелсіздік монументімен басталып, қаншатыр сауда ойын-сауық кешеніне дейін созылады. Арман сыныптастарымен бірге сағат 17:00-де Тәуелсіздік монументімен серуге шығу жаяу шықты. Егер олар орташа 100 метр минут жылдамдықпен жүретін болса, сағат 18:00-де қаншатыр сауда ойын-сауық кешеніне жете ала ма? Екінші есеп бойынша S тең 5 км 500 метр, ол 5500 метрді құрайды. V тең 100 метр минут, T тең белгісіз. Шешу: T тең S бөлінген V, T тең 5500 бөлу 100, 5:55 минут, 17 сағат 0 минутты 55 минутқа қосқанда 17 сағат 55 минут бар. Жауабы сағат 18:00-де қаншатырға жете алады? Есеп бойынша теңдеу құр, есепті шығар. Екі ұшақ екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта ұшып шықты. Екі қаланың арасы 4650 км. Олар бір уақытта С қаласына келіп қонды. Біреуінің жылдамдығы 750 км/сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 800 км/сағат. Олар неше уақыт ұшты? Есеп бойынша А, С, В. S тең V1 плюс V2 көбейту T, 750 қосу 800 көбейту X тең 4650, 1550 көбейтілген X тең 4650, мұны 1550, 750 мен 800-дің қосындысынан шыққан сан. X тең 4650 бөлу 1550, X тең 3-ке. Сонда олар 3 сағат уақыт ұшты. Есептер бойынша әріпті өрнектер жаз, есептерді шығару жоспарын құр. Бірінші А. Екі қаланың арасы А километр. Олардан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шығып, В сағаттан кейін кездесті. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы С км/сағат, екінші велосипедшінің жылдамдығы қанша? Есептің А нұсқасы бойынша шарты: S тең А километр, Т тең В сағат, V1 С км/сағат, V2 тең белгісіз км/сағат. Шешуі: S тең V1 плюс V2 көбейту T, V1 плюс V2 тең S бөлінген T, V2 тең S бөлу T минус V1, V2 тең А бөлу V минус С. Жауабы: екінші велосипедшінің жылдамдығы А бөлу В минус С тең. Осылайынан шығарылады. S мұнда V1 плюс V2, сосын S-ті T-ге бөлеміз. Мұнда T-ні жақшаның мына жағына шығарған кезде қарама-қарсы амалмен шығады. Сосын V2-ні табу үшін V1-ді азайтамыз. V2 мына бәндер бойынша осылайынан шықты. Төртінші есептің Ә нұсқасы: кент пен ауылдың арасы X километр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта мотоциклші мен велосипедші шықты. Велосипедшінің жылдамдығы Y км/сағат. Егер олар Z км/сағаттан кейін кездесетін болса, онда мотоциклшінің жылдамдығы қанша? Ә есептің шарты бойынша S тең X км, V1 Y км/сағат, T Z сағат, V2 белгісіз. Шешуі: S тең V1 плюс V2 көбейтілген T, V2 тең S бөлу T минус V1, V2 тең X бөлу Z минус Y. Жауабы: мотоциклшінің жылдамдығы X бөлу Z минус Y км/сағат.
Есеп екі қаладан бір уақытта екі пойыз бір-біріне қарама-қарсы бағытта шығып, 6 сағаттан кейін кездесті. Бірінші пойыздың жылдамдығы 36 км/сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 95 км/сағат. Өрнектердің нені білдіретінін түсіндір. Мұнда 4 өрнек берілген. Есеп бойынша берілген Т тең 6 сағат, В1 66 км/сағат, В2 95 км/сағат, С тең белгісіз километр. Так, 95 плюс 66 пойыздың жақындау жылдамдығы, 66 көбейту 6 бірінші пойыздың жүрген жолы, 95 көбейту 6 бұл екінші пойыздың жолы, 66 плюс 95 көбейту 6 бұл қалалардың ара қашықтығы. Шешуі S тең V1 плюс V2 көбейту Т. Енді мұна мәндерді мұнда қоямыз. S тең 66 плюс 95 көбейту 6, 161 көбейту 6 тең 966 км. Жауабы екі қаланың ара қашықтығы 966 км-ді құрайды. Есеп ойлан және жауап бер. Саябаққа 6 ағаш отырғызылды. Олар қарағай, қайың, жөке, талшын, шырша және үйеңкі. Егер қайың талшыннан аласа, ал жөке үйеңкіден биік, қарағай шыршадан аласа, жөке қайыңнан аласа, қарағай талшыннан биік болса, осы ағаштардың қайсысы ең биігі және қайсысы ең аласасы? 6-шы есеп бойынша ең бірінші шырша, қарағай, содан соң талшын, одан кейін қайың, одан кейін жөке, содан үйеңкі. Сонда шыршаның ең биігі шырша, ең аласасы үйеңкі. Ең биігі шырша, ең аласасы үйеңкі болады. Есепті шешуін өрнектеп жаз. Әріптердің мәнін орындарына қой және есепте. Екі ауылдың арасы П метр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі спортшы шығып F минуттан кейін кездесті. Бірінші спортшының жылдамдығы H км/минут, метр минут. Екінші спортшының жылдамдығын тап. P тең 4500 метр, F тең 5 минут, H тең 400 метр минут. Екінші есептің шарты бойынша S тең P метр, 4500 метр, T тең F минут, 5 минут, V1 H метр минут, 400 метр минут, V2-ні табу керек. Шешуі S тең V1 плюс V2 көбейту T, V2 тең S бөлі 4 минус V1, V2 тең F бөлі F минус H. V2 4500 бөлі 5 минус 400, 900 минус 400 тең 500 метр минут. Жауабы екінші спортшының жылдамдығы 500 метр минут.